Ассалаумалейкум, құрметті көрермендер, құрметті баспана газеті келушілері. Бүгін мына Тельман ауылындағы 8 комнатты черный вариантты үйді түсіретін боламыз. Яғни бұл жер үйді түсіретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Видеоның соңына дейін қарасаңыздар, бағасын барлық малуатты беретін боламыз. Бұл жерде Тельманда бұл 25-ші километрде орналасқан. Қазір сіздерге жақындатып көрсетейін. 25 километр, өздеріңіз көріп отқандай, мына жерде қаланың жолы тұр. Осы қаланың жолынан бері қарай кірсеңіздер, содан бері қарай кірген кезде қаладан театр солға қарай бұрылған кезде Арман дейтін шағын маркет тұр. Осы Арман шағын маркеттен тіке жүрсеңіз, осы солға қарай тағы да бұрылсаңыз, так үшінші үйде орналасқан үйді түсіретін боламыз. Міне, құрметті көрермендер, осы 25 километрден солға бұрылып, Арман супермаркеттен бұрылғаннан кейін 1, 2, 3-ші үй, міне өзіміз көріп тұрғандай қоңыр кришалы, черный вариантпен салынған. Осы үйді түсіріп көрсететін боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар, бағасын айтатын боламыз. Байқап қарасаңыздар, міне оң жағында көшесі бар, жалпы адам тұрып жатыр. Және мына сол жағын қарасаңыздар, сол жағысы кен. Онда ешкім көршіде ешқайсы жоқ, және жері бос сол жағында. Яғни бұлай өз-өзімен бұлай керемет орналасқан үй десек болады. Мына ақ көріп отқаныңыздар, ақ времянка бұл, 2 комнатты, және үйдің несі, үй ортада орналасқан шаруақтың. Көк варатасы және көк есігі бар, және осындай құмдар бар шаруаның сыртында. Варатасы қызыл таспен қаланған, және фундамент балшықтан арнайы құйылған заводының астына. Қазір кіріп үйді түсіретін боламыз. Осы шарбағы 30-да 50, ені 30 болса, ұзындығы 50. Үйдің сыртқы көлемі 12-де 15. Үйдің арт жағында туалет, ваня, және де тал, жеміс-жидек ағаштар орнатылған. Ал бұл времянка, міне 2 комнатты. Ал мына сол жағымызда, оң жағымызда кіргенде есік, бұл времянканың кухнясы десек болады, тамақ пісіретін. Және кухняның времянканың дәл қасында осындай құдық орнатылған. Көріп отырсаңыз, су бәрі келіп тұр, су жер астынан келіп тұр. Міне қазір көрсетемін сіздерге. Міне бұл жер келіп тұр, жер астынан су тартылған, бәрі келіп тұр. Енді үйді түсіретін боламыз. Үйдің жалпы сыртқы қызыл таспен қаланған, және фундаментін көрсеңіздер, фундаменттер өте жақсы, бетонмен құйылған, әрі балшықпен құйылған. Көрсеңіздер болады, мінекей. Қазір үйдің ішін түсіретін болам. Кірген бойда осындай кладовкасы бар. Кіргенде аяқ киім, да басқа нәрселер шешуге осындай дизайнмен жасап кеткен. Бұл енді үйдің кіреберіс есігінің ақ болуына, андай желдің салқынның көп жиналмауына жақсы болады. Осындай төртбұрышталып істеп кеткен. Және сол жағында байқап қарасаңыз, гараж бар. Гараж осындай жеміс-жидек бақшасы, талы егілген. Және бұл, яғни бұл варатадан кірген бойда тікелей орналасқан гараж. Өте ыңғайлы, бұл варатадан тіке келіп, бірден гаражға кіріп кетсеңіздер болады. Ендеше үйдің ішіне кіріп, үйді түсірейік. Міне, үйге қарай кіреміз. Үйге кіре берісте осындай аузи бар. Аузи дейтін 3-те 4 көріп отырсаңыз. Және солға қарай бұрылсақ, сол жағымызда туалет ваннаға орнатылған арнайы жері бар. Туалет ванны нешеді, Зәке? 2-де 4. Туалет ваннасы 2-де 4. Қарасаңыздар болады. Және кіргенде оң жағымызды қарасақ, ішіне қарай кіре бер. Оң жағымызды қарасақ, оң жағымызда кухня орналасқан. Кухняның ұзындығы 5, ені 4. Яғни 4-те 5 терезесі салынып кеткен, арнайы жарық беретін батысқа қаратып
төбелерін қарасаңыздар болады, төбелері арнайы тұрбалар жіберген, өте мықты болады, тұрба ағашқа қарағанда, және ағашпен бәрі жабылған түсті. Енді келесі бөлмелерді түсіре берейік. Жарлары, стеналары бәрі қызылтаспен салынған, өте мықты тас, қызылтас. Және житоевский тастары. Тіке кірген кезде және холл бар. Холлымыз нешеден? 6,5-6. Холлымыз біздің ұзындығы 6,5 болса, ені 6. Ол үлкен холл. Холлдан соң ары жаққа қарай бөлмелер бөлінген. Так, тіке холлдан оңға қарай бұрылсақ, кірген бойда оң жағымызда 3/5 спальня орналасқан, яғни жатын бөлме 3/5. Барлық бөлмені байқап қарасаңыз, арнайы терезе орнатылып кеткен, яғни жарық сәулесі, күн сәулесі болады. Және терезенің үстері өте бетонмен құйылып, үстері бетонмен жасалып кеткен. Және ары қарай кірсек, тіке жүргенде оң жағымызда тағы да бір бөлме бар. 3/5 бұл да жатын бөлме. Жаңа үлкендеу кішкене. Және бұдан тағы да тіке қарай тіке жүрсек, қолдан тіке жүрген кезде бізде зал орналасқан. Залымыз біздің ұзындығы 7,5 болса, ені 4,5 метр. Яғни ұзындығы 7,5, ені 4,5 метр. Бұл үлкен зал, бірнеше адам сыйдыруға болады. Залда байқасаңыздар, 2 терезе орнатылып кеткен. Бұл жерде яғни жарық сәулесі әдемі түседі деген сөз. Күнге қарай 2 терезе орнатылып кеткен. Сол төбелердің барлық комнаттар байқап қарасаңыздар, төбелері тұрбамен жүргізілген. Өте мықты болады және сапалы болады деңіз ғой, тұрба ағашқа қарағанда көп шірмейді. Енді залдың қасында және ағаштардың бәрі жабылған, ағаштардың бәрі төбеде майланып кеткен. Бәрі заң бойынша салынғанға, өзі тұру үшін салынған үй дейді негізі. Оң жағымызды қарасақ, оң жағымызда залдың қасында тағы бір жатын бөлме бар. Жатын бөлменің ұзындығы 4, ені 3. 4 квадратын өте әдемі адам жатын бөлмеге. Бұнда төбесінде ағаштары сырланып, тұрбамен салынып кеткен. Және терезеге де орны дайын тұр. Бұны сосын тағы бір байқап қарайтын жері, бұл жерде үйдің ішіне құм бәрі құйылған, ешқандай ондай мелкий топырақпен төселіп, үстіне трамбовка жасалған, яғни басып. Тек бұл жерден тек стяжка жасап, тек бастап кетуге болады үйіңізді. Ондай қатты жұмыстар жоқ бұлай. Және төбелерді, залдың төбелерінде осындай міне қарасаңыздар үлкен тұрба орнатып кеткен, залға байланысты. Тұрбаларын бір-біріне байластырып, ағаштар майлап. Осы үй жалпы. Үйдің сыртын түсіретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ал міне құрметті көрермендер, үйді түсірдік. Енді үйдің артқы бетін түсіретін боламыз. Үйдің артқы бетінде жалпы гараж орналасқан. Қазір бәрін көрсететін боламыз. Гараж орналасқан және арнайы тапшам бар. Байқап қарасаңыздар. Және бақшасы бар. Ванясы бар, туалеті бар. Қазір жеке-жеке көрсететін боламыз. Міне үйдің арты жалпы бұл ванясы көріп отқаныңыздар, гаражы және бұл бақшасы бар. Және бұл бақшада тау бақшасында алма, бірнеше жеміс жидектер беретін әртүрлі талдар егізілген. Және мынау біздің гаражымыз, тіке воротадан тіке келгенде кіретін гаражымыз. Бұл жалпы үйдің артында жерде 25-25 орын қалып тұр, үй мен воротадан арасында. Және бұл жерде арнайы малғораға кішкене орын қалдырып кеткен. Бұл малғора бір 10 метр қалып бір малғора орын қалдырылған. Және ары қарай ваня деген бақшасы бар, бақшаның ар жағында туалет орналасқан. Және бұлай қарасақ, бұлай үйіміздің артыда. Үйіміздің артынан бастап, осы зауырға дейін 25-25 орын бар. Ал бұл жерде жалпы болашақта теплица егін егетін орын құрып арнайы пландап кеткен жалпы. Үй осы жалпы көріп отқаныңыздай, үй дейтін 12-15, ұзындығы 15 болса, ені 12, фундаменті осы көрініп тұрғанда биіктеу, және қызыл таспен қаланған терезелер бәрі орындары салынып кеткен. Бұл біздің воротамыз, воротадан тіке кіргенде, неге гаражға кіресіз. Жалпы үй осы, үйдің жалпы салынып көтеріп тұрғанына
үйдің салым көтеріп тұрғанына бір 6 айда уақыт болғанға жалпы өздері бір қаражатқа байланысты бұл үйді сатып жатыр. Егер үйді алам десеңіздер, осы 25 километрде Телманда 4-ші кварталда Арман супермаркеттен кіргенде 3-ші үйде орналасқан. Видеоның басында қарасаңыздар бәрі түсінікті. Және бұл үйдің бағасы 6 миллион деп отыр. Бұл 6 миллионға алсаңыздар болады үйді. Және жаңа қасында айтып отқанда временкісі бар, 2 комнатты, сол временкіде тұрып үйіңізді ары қарай салып алсаңыз болады өзіңіз қалағаныңыздай. Осы бізбен бірге болыңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар, лайк басыңыздар, және қандай да үйді түсіргендерді қалайсыздар, комментария жаза отырыңыздар. Осы үй иесінің номерін описанияға қалдыратын болам. Сол номерге звондап, барлық сұрақтарыңызды қойып, жауаптарыңызды алсаңыз бар. Бұл үй жалпы 6 миллионға өте керемет үй деп ойлаймын, өз басым. Жан-жағын бәрі ашық, керемет орналасқан. Ендеше әр қазағым баспана болсын, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Бізбен бірге болсыңыздар, бізбен бірге болыңыздар, және каналымызды дамытып, ары қарай достарыңызға тарата жүріңіздер. Сау болыңыздар. Үйге қайтам, сағындым мен, береке толы үй үшін. Үйге қайтам, сағындым мен, бөбектерімнің иісін. Үйге қайтам.